Мәшһүр Жүсіп пен шәкәрімнің соңғы кездесуі. 1931 жылы жазда Баянауыл елінде ұрпағы Шорманның мұсасына үлкен ас беріп, соған Шыңғыстаудан шәкәрім қажы да барыпты. Шәкәрім құрдасы Мәшһүр Жүсіптен мына жаңа заман қалай болады деп сұрайды. Сонда Мәшһүр Жүсіп: "Ей, досым-ай, бұл аласапыран заман, бұл социализм деген заман, мағынасы құдайсыздар қоғамы деген, дүние кезек деген бар емес пе? Bir кезде құдай деген құстай ұшады дедік, енді құдай деген мұрттай ұшатын заман болады. Көрешек алда әлі, тірі қалғанын көресің." Шәкәрім жағдай осылай деген екен. Мұсасынан кейін 4 күн елде қонақ болып, енді қайтам деген досы шәкәрім қажыға Мәшһүр Жүсіп айтқан екен: "Азғана уақыт, 4-ақ күн бірге болдық. Бұл екеуміздің ақырғы кездесуіміз болар. Жаста келді, тағдырда жақын. Дүние көшкен керуен ғой, дүниеге бірге келдік, бірге жүрдік. Енді сол керуенімізбен бірге кетуіміз керек қой. Біріміздің ажалымыз Алладан болар, біріміздің ажалымыз адамнан болар. Жаста келді, тағдырда жақын. Ақырғы кездесуіміз осы болар. Қош сау бол" деп, көзіне мөлдір жас алып, қош айтысып аттанады. Екеуі құшақтасып, кешу алысып, қоштасады. Екеуінің туған жылы да өткен жылда бір екен. 1858, 1931 жылдар аралығында өмір сүрген. Мәшһүр әулиенің айтқаны келіп, өзі сол жылы 27 қарашада өз ажалынан өледі. Ал шәкәрім қажыны күз ортасында Шыңғыстаудың Абзал Қарасарт бастаған ГПУ-дің қызметкерлері атып, сол маңдайғы құдыққа тастап кеткен. Кейін шәкәрім қажының баласы Ахат елдің айтуымен тауып, сүйген атасы Құнанбайдың жанына қойған. Мәшһүр Жүсіп көпейіп кітабынан: